Кеш жарық құрметті көрермендер мен қала қонақтары, эфирде Сатпаев телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Жансая Ғалымжанқызы. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз: электр энергиясының жыры әлі де шешілер емес. Республикалық мектепке жол акциясы жалғасын табуда. Туған қаламыздың таза әрі көрікті болуы баршаға ортақ міндет. Көк сандықтың саяхаты жалғасын табуда. Кеше қалалық әкімшіліктің мәжіліс залында Нұр Отан партиясы Сатпаев қалалық филиалының ұйымдастыруымен электр энергиясымен қамтып отырған екі компания өкілдері және қала тұрғындары арасында жиын өткізілді. Кездесудің негізгі мақсаты сол қала тұрғындарына екі бірдей компаниядан келетін төлем қағаздарының алдын алу болып отыр. Нұр Отан партиясы Сатпаев қалалық филиалының ұйымдастыруымен қала тұрғындарын электр энергиясымен қамтамасыз ету мәселесіне арналған жиналыс қалалық әкімшіліктің мәжіліс залында өтті. Өздеріңізге белгілі, электр қуатын тасымалдаушы Казэнергоцентр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келгелі бері қала тұрғындарының құты қаша бастағанда. Осы мәселенің алдын алу аясында қалалық Нұр Отан партиясында арнайы комиссия құрылып, екі заңгер түсіндірме жұмыстарымен айналысқанда. Аталмыш комиссияға кез келген қала тұрғындары өздерін мазалаған осы сұрақ бойынша қажетті ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігіне ие болды. Осындай бірнеше қала тұрғындарымен болған кездесуден кейін Нұр Отан партиясы Сатпаев қалалық филиалы жырға айналған мәселенің шешімін бір жақты етуді қолға алып, екі компания өкілдерімен қала тұрғындарының басын тағы бір мәрте қосты. Қалалық әкімшілікте өткен жиынға қала әкімінің орынбасары Болатбек Жақсыбаев, қалалық мәслихат хатшысы Татьяна Хмелярчук, қала прокуроры Жанқозы Накешев, электр желілері кәсіпорнының басшысы Виктор Сотников, сондай-ақ тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасының басшысы Гаухар Жалмордина және де екі компанияның өкілдері қатысып, тұрғындар тарапынан туындаған сұрақтарға жауаптарын берді. Ең алдымен Нұр Отан партиясы Сатпаев қалалық филиал төрағасының бірінші орынбасары Жаңбырбай Дәрібаев кездесуді ашып жүргізіп, кездесудің мақсатына тоқталып өтті. Нұр Отан партиясы Сатпаев қалалық филиалының бастамасымен қала тұрғындарымен активпен Нұр Отан партиясының белсенді мүшелерімен электр энергиясымен жабдықтаудағы кейбір мәселелерді талқылауға жиналып отырмыз. Себебі өздеріңізге белгілі, осы жылдың басынан бері қала тұрғындарына электр энергиясын қамтамасыз етуге екі жабдықтаушы компанияның рынокқа кіруіне байланысты көптеген түсінбестік жағдайлары туып отырған өздеріңізге белгілі. Қазіргі таңда электр энергиясын тұтынушы қала тұрғындары қай компаниямен жұмыс істеу керектігін толық анықтай алмады. Оны өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да қалалық партия ұйымының қоғамдық қабылдау бөліміне қазіргі таңда күнде күнара осы мәселелер бойынша көптеген арыз шағымдар түсуде. Бүгінде тұрғылықты мекен жайларына бір емес екі бірдей компания тарапынан келетін түбіртектің салдарынан мезі болған тұрғындар бұл мәселенің қандай да бір шешімі болу керектігін алға тартуда. Бұған дейінгі жаңалықтарымызда да бұл мәселенің басын көтеріп, бірнеше мәрте екі компания өкілдері тарапынан сауалдарға жауап іздеген болатынбыз. Дегенмен де бүгінгі күнге дейін жауыр болған бұл мәселе шешімін таппай отырғаны жасырын емес. Қала тұрғындарының жартысы бұрынғы Жезқазған-Энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен келісім шарттарын үзбестен қызметтерін жалғастырса, қала тұрғындарының жартысы өз еріктерімен аталмыш компаниядан келісім шарттарын бұзып, Казэнергоцентр жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне ауысқан. Алайда бүгінгі таңда екі бірдей компания екі түрлі көрсеткішпен түбіртек таратуларын тоқтатар емес. Два ввода дома нету. Как получился? Как допустили так, чтобы у нас получилось две организации? И эти требуют, и ваши требуют. Дома же у нас один ввод, один счетчик. Почему? Как получается? Вот я у вас добросовестно оплачиваю Энергосбыт квитанции ежемесячно. Ко мне нарастающим приходит Казэнергоцентр. Они абсолютно не совпадают. Я вот данные передаю вам, у них не совпадает. Я туда звоню. Есть ли сейчас представитель Казэнергоцентра? Здесь. Здесь есть представитель. А? Да. Как можете объяснить тогда? Как можете объяснить? Я вам данные не передавал, с вами договор не заключал. На каком основании тогда вы можете мне посылать вот эти квитанции? Нет. Вот как так можно? Вот абсолютно. У кого? Вот здесь у нас прокуратура сидят, Нур Отан сидят. У кого есть договор, с каким организацией, мы туда заплачиваем, правильно? Надо же народу ясность. Что за дела?
Один ввод на 220, а две квитанции приходят. Қалалық тұтынушылардың құқын қорғау басқармасының басшысы Гаухар Шәріпқызы қандай жағдай болмасын тұтынушылардың құқықтарын сақтай отыра өз таңдауларын жасауға мүмкіндігі бар екенін айтып, жаңа заңға сәйкес электр қуатымен қамтамасыз етіп отырған компаниялар электр энергиясын өшіруі тиіс емес екендігін атап кетсе, жиынға қатысқан Сәтбаев қаласының құрметті азаматтарының бірі Мағзұм Қожахметов бұндай маңызды жиынға әр компанияның өкілдері емес, тікелей жауапты бастықтардың қатыстырылып, жұрттың мазасын қашырған бұл мәселенің қандай да бір шешімін шығаруын талап етті. Жиын барысында Жезқазған Энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары тұрғындар тарапынан туындаған сұрақтарға сай өз пікірін де жеткізді. Оның айтуынша, аталмыш компаниядан кеткісі келген кез келген тұрғын өздерінің арыздарын жазып, келісім шартты бұзуға құқылы. Ол 30 күннің ішінде күшіне еніп, келесі компанияға өте алады. Алайда бұған дейінгі қарыздарын төлеп кетулер шарт екендігінде тілге тиек етті. Ендігі жерде жауыр болған бұл мәселенің қандай да бір шешімі тұтынушылардың пайдасына шешіледі деген ойдамыз. Жаңа оқу жылы қарсаңында 1 тамыздан 30 қыркүйекке дейін республиканың барлық аймақтарында мектепке жол акциясы өткізілуде. Бұл акцияның басты мақсаты аз қамтылған көп балалы және ата-ананың қамқорынсыз қалған балаларға қолдау көрсету және оларға толықтай білім алуға жағдай жасау болып табылады. Осы мақсатта бүгін қаламыздағы номер 14 жалпы білім беретін ошағында мектепке жол қайырымдылық акциясы жалғасын тапты. 1 тамыздан бастап бүкіл республика бойынша жыл сайынғы мектепке жол қайырымдылық акциясы басталды. Биылда бұл акция өз жалғасын тауып жетім балаларға, ата-ана қамқорынсыз қалған балаларға, сондай-ақ көп балалы және күнкөрісі төмен отбасыларға нақты әлеуметтік көмек көрсету мақсатында өтетін болады. Жаңа оқу жылына балаларды жалпы күшпен дайындау жақсы дәстүрге айналып отыр. Аталмыш акция барысы қаламыздағы номер 14 жалпы білім беретін орта мектебінде жалғасын тауып, мектеп оқушыларының ата-аналары, яғни 5 бала тәрбиелеп отырған Ольга Дончеваға оқуға қажетті заттар берілді. Мен 5 баланың анасымын. Көп балалы ата-ана ретінде жыл сайын мектепке жол акциясы аясында балаларыма қажетті заттар мен киім-кешектер беріледі. Әсіресе қалалық ішкі істер бөлімінің ұжымына және Гүлнар Шәріпқызына айтар алғысым шексіз. Жалпы балаларды жаңа оқу жылына мектепке қажетті заттармен қамтамасыз ету үшін оқушылардың ата-аналары, жеке кәсіпкерлер мен қалалық мәслихат және ішкі істер бөлімінің ұжымы көмектерін көрсетуде. Акция аясында барлық білім ошақтары үнпарақшалар таратып, хаттамалар жолдаған. Әрине бұл акцияның өтуі мектеп оқушыларына жаңа оқу жылына жақсы дайындықпен баруларына көмектесетіні белгілі. Номер 14 жалпы білім беретін мектеп ошағында 70 бала көмекке зәру. Қазіргі таңда оның 13-не көмек көрсетілген. 1 тамыздан бастап 30 қыркүйекке дейін біздің елімізде мектепке жол республикалық акциясы өтеді. Біздің мектепте де осы акция аясында жұмыс өтіп жатыр. Қазіргі таңда біздің мектепте аз қамтылған көп балалы отбасылардың балалардың саны көмек көрсететін 70 баладай. Сол 70 баланың 13 баласы қазіргі таңда демеушілеріміздің арқасында көмек көрсетілуде. Оларға біз мектепке керек оқу құралдарының, мектепке керек мектеп формасын соның қамтудамыз. Демеушілерімізді атап өтсек, ол біздің ата-аналарымыз, өзіміздің мектептің жеке кәсіпкерлер, Шевчук, Бушуйкин, Набиулин, тағы да басқа демеушілеріміз бар. Биыл 5 оқушыға жеке кәсіпкер Эберман мектеп формасы ретінде көмек көрсетуде. Атап өтейік, биылғы жылы аталмыш мектепте жалпыға міндетті білім беру қорынан 80 мыңға жуық қаржы қарастырылып, 13 балаға спорттық киімдер таратылған. Алдағы уақытта осындай ауқымды акция 30 қыркүйекке дейін жалғасын табатын болады.
Тазалық денсаулық кепілі деп халқымыз бекер айтпаған болса керек. Тазалық жоқ жерде құт береке де болмайды. Жалпы туған қаламыз Сатпаевтың көркі мен тазалығы туралы халық қандай пікірде? Біз қаламызды жақсы көреміз бе? Қаламызға не жетпейді және не қажет? Міне осы сұрақтар төңірегінде біздің телеарна ұжымы халықтың ойымен бөлісті. Көктем келісімен кеншілер өңірінде тазалыққа көңіл бөлініп, қала көшелері мен орталығында тынымсыз тіршілік басталып кеткелі бірнеше айдың жүзі болды. Яғни әр ай сайын апта бойы бейсенбі және сенбіде тазалық шарасы ұйымдастырылып, санитарлық тазалық, көркейту, көгалдандыру жұмыстары белсенді жүргізілуде. Жалпы халықтық сенбіліктер өткізіліп, туған шаһардың келбетін көріктендіруге күш салынуда. Осы орайда біз тұрғындар арасында сауалнама жүргізіп, бүгінгі қала тазалығы көңіліңізден шыға ма? Туған қаламыздың мәдениетін дамыту бағытындағы жұмыстарды қаншалықты қолдайсыз деген сұрақтарға жауап іздеп көрдік. Мынау қалада тазалық жөнінен мусорлардың алынбайтындығын, уақытылы алынбайтындығын айта кетуге болады. Жан-жағында шашылып жатады. Мысалы, енді оны жаңа халықтың сол жерде тұрып жатқан адамдардың өздері де кінәлі әрине. Тура жаңағы мусордың өзіне тастамайды, жан-жағына тастайды, жақындарды балысқа тастайды. Сол жерлер жиналмайды, ол қаншама сол адамның өздеріне қаншама зиянын әкеледі, ауру таратады, ауаны ластайды, оны өртейді деген сияқты. Міне осындай жақтарынан көп зиянды жақтары бар. Жалпы 70 мың тұрғыны бар Сатпаев қаласының тұрғындары өз қаласының көрікті әрі таза болғандығын, қалайтындығын ортаға салды. Алайда қаланың көркін қашыратын қоқыс жәшіктерінің жанындағы қоқыстарды тиісті мекеме орындары жөнді тазаламайтындығын айтып, шағымдарын білдірді. Иә, көзімізбен көріп жүргенде қоқыс жәшіктерінің ішіндегі қоқыс қалдықтары алынғанымен, сыртқы қоқыстардың алынбайтындығын жиі көреміз. Әсіресе жан-жағындағы қоқыстар тазаланбағандықтан көгеріп, жағымсыз иістер шығарып жатады. Бұның барлығы ауаға тараған соң адам денсаулығына әсер етпей қоймасы анық. Бұл орайда тұрғындардың да кінәсі бар. Неліктен? Себебі әрбір үйдің ауласына қойылған қоқыс жәшігі үйден шыққан тұрмыстық заттарды тастауға арналған. Алайда тұрғындар тарапы қоқыс жәшігіне жетер-жетпестен қоқысты сыртқа лақтырып тастайды. Бұл күн сайын айтылып жүрген өзекті мәселенің алғашқысы. Ал екінші мәселе қаланың көгалды болуы. Бұл жайында тұрғындардың ойы қандай? Көріп тұрсыз ғой, талдарды регулярно суармайды. Қазір жаңбырмен өмір сүріп тұр. Сол айтайын деген. Басқа енді оның бәрі әкімшіліктің жұмысы ғой. Ол не нәрсе болсын, мен ойлаймын, мына мектептен дайындау керек. Балабақшадан тазалыққа, барлық жағына, адамгершілікке сонда өзі бәрі орнына келеді. Ол ересек болып сүйек қатайып кеткен адам қайта айтпа, меніңше бәрібір. Сондықтан ол жас кезден бәрі тәрбиеге байланысты. Енді ағаш көп отырғызу керек деп ойлаймын қалада. Ағаш көп отырғызса, мынау жас балаларды ағаш отырғызуға тәрбиелесек деп ойлаймын. Сол осы тірі ағзамыз ғой бәрімізді. Осы тірі табиғаттың тірі табиғатсыз өмір сүре алмайтынын жеткізе білсек балаларға. Әрине шығамыз. Мектепте жиі шығартады, сенбіліктерге шығарады. Балалар көп еңбек етеді. Еңбекке тәрбиелейміз, бірақ соны еңбекті жинауды тәрбиелейміз де, соны өсіру жағын, тәрбиелеу сол жағын ақсып жатады. Соны ағаш көп отырғызу жағын тәрбиелесек балаларға. Так, в принципе, все нравится, но вот желательно, чтобы чаще поливали деревья. Вот. Потому что смотришь, идешь, и столько засохших деревьев, это раньше чаще поливали, а сейчас вообще водовозки даже и не ездят, не поливают. Жалпы қала тазалығы ластамайтын жерде сақталады. Сондықтан тазалық мәселесіне жергілікті жұрт бір атаның балаларындай атсалысу керек. Себебі жұмыла көтерген жүк жеңіл деген бар. Бұл мәселеге жергілікті биліктің яки қала тазалығын сақтайтын мекемелердің шаруасы деп қарамаған жөн. Ол үшін қолға күрек немесе сыпырға алудың да қажеті жоқ. Тек қоқысты беталды тастамасаңыз болғаны. Тұрғындардан сұралатыны да талап етілетіні де осы. Туған қаламыздың тазалығы мен көгалды болуы баршаға ортақ міндет. Бүгінде қаламызда қаланың көркін ашатын "Мен сені сүйем" Сатпаев атты сәулет жобасы ашылды. Бұл жоба арқылы әрбір тұрғын қалаға деген құрметі мен махаббатын жеткізе алады. Әрине алдағы уақытта біздің қаламыз көрікті де көркем қалалардың бірі болатынына сенеміз. Ол үшін әрбір тұрғын және болашақ жастар өз күштерін жұмсауы қажет.
Весовой елді мекенде орналасқан отбасылық кітапханада көк сандықтың саяхаты акциясы жалғасып, балалардың кітап оқуын дамыту аясында елді мекеннің кішкентай тұрғындарына ертегіге толы кітаптар насихатталды. Тақырыпты әріптесім толықтырады. Кітап адам өмірінің таусылмас қазынасы, дүниенің айнасы, ғылым білімнің көзі, өнер мен тәрбие құралының ең мықты қаруы болатын ақылшы екені рас. Терең ойлы мағынасымен де, қызылды жасылды бояуларымен өрнектелген әсерлі суреттерімен де, кәрі жасты қызықтырмай қоймайтын кітап қай елдің болмасын сырлы сұлу аңыздарымен, қиял ғажайып ертегілері де, маржандай тізілген өлең жырлары да, тілді қырық бұрар жаңылтпаштары мен жер жаһандағыны жасырған жұмбақтары да, халықтың мәнді де мағыналы мақал мәтелдері де, алты құрлықтың алуан түрлі кереметі де осы кітаптарда өрнектелген. Осындай оқырманның кітапқа деген қызығушылығын арттыру, түрлі ертегі кейіпкерлерін жасөспірімдермен таныстыру мақсатында қаламызда көк сандықтың саяхаты атты акция өткізіліп, Весовой елді мекеніне жол тартқанды. Осы акция аясында бүгін отбасылық кітапханада көк сандықпен таныстыру шарасы өткізіліп, кішкентай оқырмандарға көк сандықпен келген кітаптардан ертегілер айтылып, қызықты шара ұйымдастырылды. Девиз нашего чемоданчика, так? Читаем вместе, читаем всегда, читаем везде. Сейчас вот мы нашли ключ от чемоданчика. Вот ключ от чемоданчика. Сейчас мы откроем наш чемодан, долгожданный чемодан. И посмотрим, что там у нас лежит. Шара аясында кішкентай бүлдіршіндер жұмбақтар жасырып, алдар көсе, тазша бала, айсұлу сынды түрлі ертегілерді оқып шықты. Германия мемлекетінен бастау алған бұл жоба көп ұзамай Қазақстанға да жетіп, бірнеше жыл қатарынан жалғасып, кішкентай оқырмандарын жинауда. Бұл жобаның басты мақсаты балалар мен жасөспірімдердің неғұрлым көбірек кітаптарды оқуына, жақсы кітапты таңдай білуіне, оқыған кітабынан алған әсермен бөлісе алуына үйрету екендігін айта кетейік. Отбасылық кітапхана қызметкерлерінің айтуынша, көк сандық біраз уақытқа дейін өз оқырмандарын қуанта алады. Сәрсенбінің сәтті күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен қоштасамын. Алда ауа райы мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.